Сақтау құрылғысының жылдамдығына келгенде SSD-дан асатын құрылғыны таппаймыз. Яғни мен алдында айтып кеткендей, біздің қарастырған қатқыл дискінің бүгінгі таңдағы жылдамдығы шектеулі, сондықтан SSD дискілер қазір кеңінен қолданыс табуда, және бұл дискілер, яғни Solid State Drive-тар қатқыл дискіден жылдамдығы бірнеше есе көп болып саналады. Сондықтан осы сабақта SSD қатқыл дисктерді, яғни SSD дисктерді қарастырайық, және олардың артықшылықтары қандай деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Олай болса, мен алдын ала дайындықтар жасадым, және осы SSD сақтау құрылғысы не деген сұрақты қарапайым Википедия парақшасына сілтеме жасау арқылы бастайық. Енді өкінішке орай бізде қазақ тілдегі нұсқасы жоқ екен. Олай болса, ағылшын тіліндегі Википедия парақшасын ашайын, және осы жердегі берілген мағлұматты кішкене оқып танысып кетейік. Бұл жерде көретініміз Solid State Drive деп отырғаны, оның бірнеше қолданылатын түрі бар, яғни бұл жерде USB флешке байланысты болуы мүмкін, немесе біз қарастырған жедел жады, сондай-ақ басқа да құрылғылармен байланыстырмауымыз қажет. Біз қарастыратын Solid State Drive бұл компьютерлерде, осы дербес компьютерде негізгі сақтау құрылғысы ретінде қолданылатын түрін мына жерде талқылаймыз, және оның не екенін көреміз. Бұл жерде жазылған екен Solid State Drive, сондай-ақ бұны Solid State Disk деп айтсақ та болады дейді. Және бұл қатқыл денелі чиптерді қолданатын жадының тұрақты түрі дейді, және бұл өзіндегі мағлұматтарды тұрақты сақтауға арналған құрылғы деп жазылған. Және шынын айтқанда, бұны мен сіздерге алдында кішкене айтып кеттім, және де оны сіздерге суретінде көрсеткен болатынмын. Яғни бұның сыртқы құрылысы мынандай болатын болса, мына жерде осы SATA 2,5 дюймдық Solid State Drive, яғни SSD сақтау құрылғысы берілген екен, және бұл жердегі суретті мен алдында сіздерге ішкі құрылысын көрсеткен болатынмын, және оны қайта ашып көруге болады. Яғни қарап отырсаңыздар, біздегі мына жердегі берілгені осы Solid State Drive, яғни SSD сақтау құрылғысының ішкі құрылысы. Және көріп отырғандарыңыздай бірден айырмашылықтарды байқауға болады, және оның барлығын мен сіздерге қазір тағы да түсіндіремін. Яғни мына жерде www.storagereview.com деп айталатын сайт бар екен, және осы жерде SSD сақтау құрылғысы туралы қысқа әрі түсінікті түрде қызықты етіп мағлұматтарды жазған екен. Және байқап отырсаңыздар, бұл жерде біз қарастырған қатқыл дискімен осы Solid State Drive-ты, яғни біздің қарастыратынын осы SSD сақтау құрылғысын салыстырған екен, және біз осы салыстыруды мына жерде талқылаймыз, және оның айырмашылықтарын түсінуге тырысамыз. Олай болса, осы сайттағы SSD-ға берген анықтамасын көрейік, және мына жердегі қанық жазып қойған, яғни SSD деген не деген сұрақты көріп отырмыз. Олай болса, осы мағлұматтарды оқиық, және SSD-мен танысып көрейік. Бұл жерде жазған екен, біз сізді SSD-ді мүлдем білмейді деп қарастырамыз дейді, және сізге алғашқы сатып алушы, яғни алғашқы танысатын сатып алушы ретінде қарастырамыз дейді. Және де бұл жерде сіздерге SSD не деп таңданып отырсаңыздар, онда SSD деген ол Solid State Drive дегенге, яғни қысқартылған атауы дейді. Және бұл жерде жазыпты, сіздердің барлығыңыз мысалы USB флешкалармен таныс болуларыңыз қажет дейді. Олай болса, осы SSD-ді осы USB флешканың үлкейтілген және жетілдірілген түрі деп қарастырсаңыздар болады дейді. Бізге күнделікті қолданыстағы USB флешкалардың әбден таныс екені анық. Олардың бүгінгі таңдағы және де көріп отырғандарыңыздай сақтау мүмкіндігі шынында таңғажайып, және де 64 гигабайт, 128 гигабайт, сондай-ақ 200-ден асатын осы сақтау құрылғыларын кездестіруіңіз әбден мүмкін. Олай болса, осы біздің қарастырып отырған SSD дисктері, яғни сақтау құрылғылары, бұл осы жұмыс істеу принципі бір жағынан USB флешкаларға ұқсайды. Алайда сіздер оның егерде түпкілікті қарастыратын болсақ, онымен сыртқы ұқсастығы жалпы сақтау ұқсастықтары болғанмен, шынын айтқанда олар мүлдем екі түрлі жұмысқа арналған құрылғы. Яғни USB флешкалар бұл біздің құжаттарды немесе кез келген, яғни ақпаратты сақтауға арналған сыртқы құрылғы болып есептелетін болса, онда SSD, яғни сақтау құрылғысы бұл біздің компьютерде мағлұматтарды тұрақты сақтауға арналған және соған арнайы жасалынған сақтау құрылғысының түрі болып есептелінеді. Енді бұл сақтау құрылғысының қандай айырмашылығы бар дегесем, онда ары қарай оқысақ, одан ары түсінікті болады деген ойдамыз. Бұл жерде және жазған екен, осы SSD құрылғысында біздегі барлық мағлұматтар микрочиптерде яғни сақталынады депті. Және мен сіздерге тағы да бір кішкене көрсетіп кетейін. Мына жердегі берілген микрочиптар, яғни бұл жерде 10 саны көрсетіліп тұр екен, және осы микрочиптарда біздің барлық файлдар сақталынады, және олардың жылдамдығы шынында
өте жоғары. Бұл жерде ары қарай оқитын болсақ, ол біздің қарастырған, яғни қатқыл дискіге қарағанда, ол жерде ешқандай оқу, жазу механикалық құрылғылары жоқ болады дейді. Және ол жердегі яғни пластиналар, сондай-ақ басқа да жетегі, қатқыл дискінің жетегі деген сияқты түсінік жоқ дейді. Яғни мен сіздерге алдыңғы сабақта қатқыл дискіні таныстырған болатынмын, және ол жерде біздің қарастырғанымыз осы механикалық құрылғыларға, яғни кішкентай бөлшектерге толы болатын құрылғы болатын. Яғни қатқыл дискінің ішінде өздеріңіз білетіндей айналып тұратын пластиналар, сондай-ақ мына жерде санаушы бастары, яғни оқу жазу ісін іске асыратын құрылғысы, шпиндель, сондай-ақ қатқыл дискінің жетегі деген сияқты көптеген қозғалмалы механикалық бөлшектері көп. Алайда бұның зақымдалуы, сондай-ақ ақпаратты зақымдалуы тез, және де ақпаратты өткізу жылдамдығы өте төмен болып есептелінеді. Және де мына жерде жазған екен, осы SSD-дің, яғни осындай чипсеттерде, кішкентай чипсеттерде жұмыс істеуі оны өте жылдам етеді дейді. Және бұл жерде кішкене бір аналогиялық салыстырмалар келтіретін болсақ, онда бір қызықты аналогия жазған екен, және олардың жазған аналогы былай екен. Яғни сіз бөлмеде осы кітапты егер көп жерден таңдайтын болсаңыз, ол сіздің үстел басында тұрғаны оңай ма, жоқ әлде сіз оны әр бөлмеден жеке-жеке іздеп жүрген оңай ма дейді. Яғни мынандай бір бөлмені алатын болсақ, осы жердегі бөлмеде қатқыл диск, біздің осы қатқыл дискіміз жұмыс істеу принципі бір жағынан мынау оқу жазу құрылғысы, яғни бұл жерде мынау айналып тұрған дискіден әр жерінен іздеп жүреді. Яғни сіз кітапты мына жерден іздеп табуға тура келеді. Ал біздің қарастырып отырған SSD дискілері, ол осы үстел басында отырған адам сияқты, оның барлық мағлұматтары алдында үлкен үстелде, және оның қолы ұзын деуге болады. Яғни бұл жерде кішкентай микрочиптер қолданылады, және микрочиптерге қол жеткізу және оны өткізу, шығару жылдамдығы өте жоғары болып саналады. Енді ары қарай оқуды жалғастыратын болсақ, бұл жерде жазған екен, қарапайым осы көп жағдайдағы қолданыстағы SSD-лар, олар NAND деп аталынатын технологияда жасалынған жадыны қолданады дейді, және бұл жерде, мына жерде мен аударып қойдым, яғни NAND технологиясына негізделген флеш жады болып есептелінеді SSD құрылғылары. Және сіздерде сұрақ туындаса, мысалы, бұл не деген сұрақ туындаса, яғни NAND дегенде бәріміздің шынын айтқанда таныс екеніміз анық. Енді бұлар түсініктеме берген екен, бұл non-volatile type of memory дейді, яғни бұл тұрақты сақтау құрылғысы, және бұл қорек көзіне мүлдем тәуелсіз жұмыс жасайды, яғни ары қарай түсіндірген екен. Бұның беретін мағынасы не десеңіздер, онда біз осы компьютерді сөндірген кезде және бүкіл құрылғыларды электр көзінен ажыратқан кездегі осы біздің SSD дискіміз ол жердегі ақпараттардың қайда орналасқанын ешбір сәтке де ұмытпайды дейді. Және бұл жерде жазған екен, осы сақтау түрі барлық сақтау, соның ішінде тұрақты сақтау құрылғыларының басты көрсеткіші болып саналады дейді. Яғни бұл жердегі біздің SSD диск өзінде жазған мағлұматты бір сәтке де қай жерде орнатылғанын ұмытпайды. Сондай-ақ алғашқы SSD құрылғылары шыққан кезде осы жерде бір жалған ақпараттар болды дейді. Яғни SSD құрылғыларында мағлұматтар бірнеше аптадан немесе бірнеше айдан кейін жоғалады деген. Алайда соңғы технологиялардың жетістігі ол ақпараттарды бірнеше жүздеген жылға сақтауға мүмкіндік береді. Және төмен қарай түсетін болсақ, осы SSD құрылғысының тағы да мәліметтер берілген екен, және осылармен танысып көрейік. Бұл жерде жазған екен, осы SSD құрылғысы ол біздің қарастырған қатқыл дискідегідей оның оқу және жазу процесін іске асыратын қолдары, сондай-ақ жетегі немесе яғни оқу бастары деген сияқты ешқандай түсінік жоқ дейді. Біздің қатқыл дискіде осы мағлұматтарды оқу үшін санаушы бастары, сондай-ақ қатқыл дискінің жетегі, қатқыл дискінің жетегінің қолы деген сияқтылар түсініктер болды. Яғни бұл жерде жылжитын механикалық қимылдар, қозғалыстар бар. Алайда осы SSD құрылғысында оның орнына бұл жерде осы құрылғыда оқу жазу ісін атқару үшін контроллер қолданылады дейді. Және бұл контроллер осы құрылғымен бітестіріліп жасалған процессор, яғни ми деп айтса да болады. Және осы контроллердің көмегімен біздің SSD құрылғы өзіндегі мағлұматтарға өте жоғары жылдамдықта, яғни қол жеткізе алады. Және де бұл жерде жасайтын оның шешімдері, қабылдайтын шешімдері, яғни сақтау, оны қайта шығару, кеш памятына сақтау, сондай-ақ кейбір құжаттарды, кейбір мәліметтерді жою, оны қайта жазу деген сияқты іс-қимылдарды өте жоғары жылдамдықта жасайды деп келтірілген екен. Және бұлар жазыпты, осы SSD құрылғысының тағы да ішкі атқаратын кейбір процестері, соның ішінде мысалы қатені жөндеу және жазу оқу процесінде кеш жадысын қолдану, сондай-ақ encryption, яғни бұл біздегі мағлұматтарды кодтау, оларды шифрование жасау, яғни шифрлау, сондай-ақ басқа да кейбір
мағлұматтарды өте жылдам атқарады дейді. Біз оның барлығын бұл жерде яғни талдамаймыз дейді. Және бұл жерде жазған екен, осы SSD құрылғыларының контроллері жақсы SSD мен өте тамаша SSD-дің айырмашылығы болып саналады дейді. Яғни бұл жерде көріп отырғандарыңыздай, осы контроллерлер осы SSD құрылғыларының өзінде, яғни ішінде күшті және оның ішінде тамаша құрылғыларды бір-бірінен ажыратады деп айтсақ болады. Және мына жерде тамаша мысалдар келтірілген екен, яғни мен сіздерге алдында қатқыл дискіні қарастырғанда ол жердегі интерфейстің барлық мүмкіндігі қолданылмай қалуда деп айтқан болатынмын. Және оны мен анықтап сіздерге түсінікті етуге тырыстым. Және көріп отырғандарыңыздай, бүгінгі таңдағы ең жоғарғы жылдамдықта жұмыс жасайтын қатқыл дискілердің жазу оқу жылдамдығы бар болғаны жуық шамамен көп дегенде 200 мегабайттан шамалы асып жығылады. Алайда егер де біз осы қатқыл дискілердің соның ішінде яғни сақтау құрылғысының SSD технологиясына келетін болсақ, бұл жердегі оқу және жазу жылдамдығының өте жоғары екенін көреміз. Яғни біздегі осы SATA интерфейстарының үшінші буыны 6 гигабайт секундына тасымалдау жылдамдығын беретін болса, осы біздің SSD құрылғылары оның жылдамдығынан да, яғни интерфейстің жылдамдығынан да асып кетеді. Сондықтан осы SSD құрылғыларының жылдамдығы өте жоғары болуына байланысты бүгінгі таңда осы SATA технологиясының 3.2 нұсқасы, яғни SATA Express деп аталынатын нұсқасы шықты. Және оның жылдамдығы шынын айтқанда мына жерде мен қазір Википедия парақшасынан ашып көрейін. Және бұл жерде жазылған екен, яғни SATA 3.2 буыны, бұның өткізу жылдамдығы 16 гигабит секундына дейді, немесе 1969 мегабайт секундына деп жазған екен. SATA Express интерфейстары осы біздің сақтау құрылғыларының, соның ішінде SSD құрылғыларының жылдамдығына сәйкестендіріліп жасалған. Және де біздің қарастырған қатқыл дискіміздің өкінішке орай ол жылдамдыққа мүлдем жақындамайтынын көріп отырмыз. Енді ары қарай қарастыратын болсақ, бұл жерде жазылған мағлұматы осы соңғы мәлімет ретінде берілген екен. Және бұл жерде жазғаны осы SSD құрылғылары бүгінгі таңда яғни қатқыл дискіні оңай алмастыра алады дейді. Себебі онда қолданылатын біз көрген, яғни интерфейс ол SATA деп аталынады. Соның ішінде SATA 3.3 нұсқасы да қолданылуы мүмкін, немесе SATA-ның 3.2 деп аталынатын, яғни SATA Express деп аталынатын интерфейсі де қолданылуы мүмкін дейді. Сондай-ақ бұл жерде жазған мағлұматы, оның форм факторы біз қарастырған осы 3,5 және 2,5 дюймдік нұсқада келеді. Соның ішінде SATA құрылғылары, яғни SSD құрылғылары бұл 2,5 дюймде көп жағдайда болып келеді. Сондықтан енді осы SSD құрылғысының көріп тұрғандарыңыздай, біздің құрылғыны, яғни қатқыл дискіні оңай ауыстыруға мүмкіндігі әбден бар. Енді мен мысал ретінде осы бүгінгі таңда біздің Қазақстан Республикасының дүкендерінен таба алатын SSD құрылғыларын мына жерде жазып алдым. Және осы SSD құрылғыларына кішкене шолу жасап кетейік. Яғни біздің дүкендерде кездесетін мысалы SSD құрылғысының Kingston деп аталынатын нұсқасы бұл SATA интерфейсінде жасалған, және оның форм факторы көріп отырғандарыңыздай 2,5 дюймде. Және бұл құрылғының берілетін, яғни бізге беретін артықшылығы, сондай-ақ оның жылдамдығы өте тамаша. Яғни мен мына жерде осы құрылғыны кішкене қазір ашып көретін болсақ, яғни көріп отырғандарыңыздай бұл құрылғының алатын көлемі кішкентай және жеңіл болып келеді бір жағынан. Және де бұл құрылғының интерфейсі бізге таныс, және біздің осы қатқыл дискілерде қолданылатын 2,5 SATA Express интерфейстары болып келеді. Енді мен мына жерде кейбір мағлұматтарды жазып алдым, яғни интерфейсі SATA және оның ішінде бізде 6 гигабит секундтығын, немесе SATA Express интерфейстарын қолдануға болады. Ол жерде біздің беретін жылдамдық одан да жоғары болады. Енді бір осы қатқыл дискінің ең маңызды көрсеткіштерінің бірі оқу жазу болып саналатын болса, ол жердегі оқу жылдамдығы 560 мегабит секунд. Яғни мен SATA-ны алдында айтып кеткенде осы 600 мегабит секунд жылдамдық деп алғанбыз мысал ретінде. Оны мен мына жерде Википедия парақшасынан да көруімізге болады әбден. Міне көріп отырсаңыздар 600 мегабайт секунд. Яғни бұл жерде бізде берілетін жылдамдық кішкене болса да осы интерфейске жақындайды. Сондай-ақ жазу жылдамдығы оның 360 мегабит секунд дейді. Және біздің алдыңғы сабақта қарастырған қатқыл дискінің жазу оқу жылдамдығына қарағанда бірнеше есе жоғары болып келеді. Және бұл құрылғыны осы Kingston HyperX Savage деп аталынатын нұсқасы, мысалы сақтау құрылғысының сақтау мүмкіндігі 120 гигабайт екен. Және біздің дүкендерде осы құрылғыны сіздер мысалы жоқ шамамен 16.000 теңгеге таба аласыздар. Яғни 16.000 теңгеге осындай құрылғыны алып қоюға болады, және сізге ол өте керемет тамаша жылдамдық береді. Сондай-ақ сақтау құрылғыларының кейбір көрсеткіштер болады, яғни EOPS деп аталынатын бұл Input Output
per second дейді, яғни 1 секундта шығару және енгізу мүмкіндігі, сондай-ақ trim, сол сияқты backup garbage cleaning, power C, яғни бұл жерде қатқыл дискінің соның ішінде қатқыл дискі мен SSD дискіларының қорек көзін қолдану айырмашылығы болады. Сондай-ақ бұл жердегі чипсет технологиясы, басқа да кейбір технологияларды мен бұл жерде мүлдем айтып отырған жоқпын. Және SSD құрылғыларының тағы бір түрі бар, және ол PCI интерфейсінде жасалынады. Бұл құрылғыны да көріп кетуге болады. Ол үшін мысал ретінде Intel компаниясының шығарған сақтау құрылғысын көруге болады. Бұл жерде келтірілген мысалы P3700 деп аталынатын нұсқасы, және бұны сіз бүгінгі таңда Қазақстанның дүкенінен тағы да таба аласыздар. Енді бұл құрылғының сақтау мүмкіндігі 400 гигабайт, және оның көріп отырғандарыңыздай бұл жерде қолданылатын технология мүлдем өзге. Яғни бұның интерфейсі ол PCI Express порттарына жалғанады, және ол жүйелік тақтаға енгізіледі. Бұл порттарды, сондай-ақ жүйелік тақшаны біз алдыңғы сабақта қарастырған болатынбыз. Бұл жерде біз SSD құрылғыларын, сондай-ақ қатқыл дискілердің басқа түрлері интерфейсі SATA болып келетін нұсқасындағыдай жалғау кабельдерін қолданбаймыз. Бұны біз жүйелік тақшаға енгіземіз. Және бұл құрылғының беретін жылдамдығы, сондай-ақ оның мүмкіндіктері тамаша болып есептелінеді. Яғни интерфейсі PCI болады, және ол жердегі өткізу жылдамдығы 4 гигабит секунд болғанмен, яғни салыстырмалы түрде бір жағынан орташа болып есептелгенмен, бұл құрылғының өзінің жылдамдығы өте жоғары. Яғни көріп отырсаңыздар, бұның оқу жылдамдығы 2700 мегабайт секунд, яғни мегабит секунд, және жазу жылдамдығы 1200 мегабит секунд. Енді мен алдында келтіріп кеткен қатқыл дискінің орташа жазу және шығару, яғни оқу жылдамдығын көрсеңіздер, ол бұл жерде 200 мегабит секунд көлемінде деп алғанның өзінде, бұл жердегі айырмашылықты оңай байқауға болады. Және бұл құрылғының бізде Қазақстан Республикасында мысалы 320 мың теңге көлемінде сатылады екен. Олай болса, бұл жердегі қатқыл дискі мен SSD сақтау құрылғыларының айырмашылығы бізге анық көріне бастаған сияқты. Яғни мен төмен қарай түсетін болсам, қатқыл дискі мен біздің SSD дисктерді салыстыруға мүмкіндік болады. Олай болса, мен тағы да жаңағы сайтты ашайын, және осы жердегі берілген мағлұматтарды оқып танысып көрейік.